Ақтөбе қалалық орталық мешіті ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі айтатын қысқаша уағызымыздың тақырыбы шынайы ықыласпен насихат қылу. Яғни жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтарғанда шынайы ықыласпен орындау. Әрбір мұсылманға бауырым деп шынайылық таныту. Аллах Тағала Құран кәрімде Худ пайғамбардың халқына, қауымына айтқан мына сөзін баяндайды. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Убаллигукум рисалати Рабби ва ана лакум насихун амин. Мен сендерге ұлы Раббыңның жолдауын жеткізушімін. Мен сендерге жақсылық ойлаймын. Мен сендер үшін ықыласты, шынайы насихатшымын деп айтқан. Абу Руқиядан жеткен хадисте аннан набию саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ад-дину насиха, дін дегеніміз шынайылық таныту деді. Сонда біз айттық, қулна лиман, кім үшін шынайылық таныту дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, валиллахи вали китабихи вали расулихи вали аимматил муслимина ва амматихим. Аллах Тағалаға шынайылық таныту, кітабына, пайғамбарына, мұсылман басшыларға және әрбір мұсылманға шынайылық таныту деп айтты деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, Аллаға шынайылық танытып, оған лайықты түрде құлшылық ету, кітабына шынайылық танытып, оның үкімдерін орындау, пайғамбарға шынайылық танытып, оның ізінен еріп сүннет жолын ұстану, мұсылман басшыларға шынайылық танытып, оларға бағыну, әрбір мұсылманға шынайылық танытып, оны бауырым деп шын көңілмен қарау деген. Жабир ибн Абдулла радиаллаху анху айтты, мен Алланың елшісіне саллаллаху алейхи вассалам намазды толық шарттарымен орындауға, зекет беруге және әрбір мұсылманға шын көңілден қарауға серт бердім деген. Әрбір мұсылманды бауырым деп қарап, өзіңе қалаған жақсылықты өзіңнің жаныңдағы мұсылман бауырыңа да қалау, бұл біздің иманымыздың толықтығы. Анас ибн Маликтен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ла юхиббу ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Сендер өзіңе қалаған жақсылықты өзге мұсылман бауырыңа қаламайынша толық иман келтірген болып саналмайсыңдар деген. Аллах Тағала баршамызды шынайы ықыласты болуымызды, әрбір мұсылман бауырымызға шын көңілден қарауға, жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтарғанда, насихат қылған кезде ықыласты болуымызды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Ва ахири дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.